Негізінен бұл ДРС фидері 1982 жылы құрылған линия, құрылған фидер. Бүгінгі күнде азыр ескілігі жеткен апараларды алмаштырып, жылына жылдық планға кіргізіп, мынакей іштер баштады қазір. Азыркы күнгүгө жалпысынан 47 апараны алмаштыруу иштери жүрүп атат. Срогу бүтүп калган жыгач апараларды железобетон апаралар менен жаңылап алмаштырып атабыз. Азыркы немеде ошо талапка жооп бере турган кылып 1,82 метрге чейин казып, өзүбүздүн трактор техникалар менен кайра мына крандын жардамы менен орнотуп кетип атабыз. Бүт талапка жооп бере турган кылып, түстүгүн балдар мына промовка кылып көмүп, ошо линияны жаңылап реконструкция кылып кетип атабыз.